Сәлеметсіздер ме балалар? Сюжетті суретке назар аударайық. Сурет туралы не айтуға болады? Көктем келді, Наурыз мерекесі, ұлттық тағам, ұлттық ойындар, мерекеге ұлттық киіммен келген адамдар туралы. Осы сөздер арқылы не құрастыруға болады? Әрине балалар, мәтін құрастыруға болады. Мәтін дегеніміз не? Сөйлем дегеніміз не? Осы сызба арқылы салыстырып көрейік. Олай болса, мәтін мен сөйлем арасында қандай байланыс бар? Мәтіннің өзі сөйлемнен құралады. Ендеше балалар, ережеге назар аударамыз. Мәтін мағына жағынан өзара байланысты, екі не одан да көп сөйлемнен құралады. Мәтінге ат қоюға болады. Сөйлем аяқталған ойды білдіреді. Сөйлемнің соңына не нүкте, не сұрақ белгісі, не леп белгісі қойылады. Ал олай болса балалар, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз мәтін және сөйлем. Сабақтың мақсаты мәтін түрлерін анықтау, мәтін мен сөйлемнің айырмашылығын атау. Балалар, оқулығымыздың 94-ші бетіндегі бірінші жаттығуға назар аударамыз. Біздің бәрімізді мерекені жақсы көреміз. Оған дайындаламыз. Халықтық мерекелер 22 наурыз, 8 наурыз, 16 желтоқсан тәуелсіздік күні. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні. 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күні және басқалары. Сонымен бірге кәсіптік мерекелер де бар. Жыл сайын әртүрлі мамандық иелері, дәрігерлер, мұғалімдер, құрылысшылар, шахтерлер, металлургтер, тағы басқалар өз мерекелерін тойлайды. Бұл күні мерекелік жиналыс салтанатты кеш өтеді. Үздік жұмысшыларға, қызметкерлерге атақ және сыйлықтар беріледі екен. Ал ендеше балалар, мәтін нелер туралы екен? Иә балалар, мерекелер туралы екен. Мерекені өзі балалар халықтық және кәсіби болып бөлінеді екен. Халықтық мерекелерге 22 наурыз, 8 наурыз, 16 желтоқсан, 1 мамыр, 1 маусым. Ал кәсіби мерекелерге дәрігерлер, мұғалімдер, құрылысшылар, шахтерлер, металлургтер, тағы басқа мерекелер жатады екен. Ендеше балалар, неліктен пайымдау мәтініне жатады? Қандай сұрағы сипаттау мәтініне жатады? Не істеді сұрағы әңгімелеу мәтініне жатады екен? Тыңдалған мәтіннің қай түріне жатады? Балалар, мәтіннің әңгімелеу түріне жатады екен. Ендеше оқушылар бейне жазбаға көңіл аударамыз. Аға, мен келдім. Бүгінгі күнің қалай өтті? Не істедің? Аға, мен Әсел деген құрбымның туған күнінен келдім. Туған күн өте қызықты өтті. Маған ұнады. Ал сіз не істеп отырсыз? Мен сабағымды қарап отырмын. Бір оқиғаны сипаттап жазу керек. Ойыма еш нәрсе түспей отырғаны. Менің туған күнге барғанымды сипаттап берсеңіз қайтеді? Мұның жақсысын секен қарындасым. Қане, туған күн қалай өткенін сипаттап берші. Ал мен жазайын. Әсел туған күнін үйінде жасады. Ол бірнеше достарын шақырды. Біз дәмді тамақ ішіп, қызық ойындар ойнадық. Оған ата-анасы аквариум сыйлады. Аквариум? Бұл керемет сыйлық қой. Аквариум қандай екен? Суреттеп берші. Үлкен, суы мөп-мөлдір, ішінде балықтар көп, кішкентай, сүйкімді балықтар бар.
Арасында алтын балықтар да бар. Аквариумның ішінде балдырлар да бар шығар. Иә, оның ішінде жасыл шөптері, тастар мен құм да бар екен. Және оларға ауа жіберетін түтігі де бар. Тамаша, тағы қандай сыйлықтар бұл? Әселдің ағасы оған қуыршақ сыйлады. Әдемі қазақ қуыршағы. Үстінде қазақша көйлегі бар. Ұзын қара шаштары екі жаққа өрілген. Әсел ағасының сыйлығына қатты қуанды. Оның атын Қарашаш деп қойды. Солай ма? Ал сен Әселге не сыйладың? Мен оған Гарри Поттердің хикаялары атты кітапты сыйладым. Ол оны ұнатады. Жарайсың, Дана, жақсы сыйлық таңдапсың. Аға, Әселдің анасы торт пісіріпті. Әрине, тортсыз туған күн өте ме? Дәмді торт болған шығар. Өте дәмді. Үлкен, дөңгелек. Бетінде шоколад жағылған. Оның үстінде сары, қызыл гүлдер бар. Туған күніңмен деген жазуы бар. Туған күн өте қызықты өтті. Дана, қара, біздің сипаттау мәтініміз де сәтті шыққан сияқты. Не сәтті шықты? Міне мұнда қара. Ойды жазбаша немесе ауызша жеткізуді мәтін дейді. Ендеше балақайлар, мәтін туралы толық түсінік берілді. Одан әрі жаттығу орындау барысында пысықтайтын боламыз. Оқулығымыздың 95-ші бетіндегі екінші жаттығу. Көп нүктенің орнына бастауыш болатын сөзді тауып жазу. Мен мерекені ұнатамын. Біз мерекеге қызу дайындаламыз. Маған 1 мамыр мерекесі өте ұнайды. Бұл балалар жаттығудағы сөйлемдер сөйлемнің қай түріне жатады? Хабарлы сөйлем екен. Ендеше балалар, сөйлемнің өзі хабарлы, ертең күн ашық болады. Сұраулы сөйлем, ертең киноға барасың ба? Лепті сөйлем, алақай, ауылдан атам келді. Ал ендеше балалар, кім шапшаң екенін көрейік. 95-ші беттегі 3-ші жаттығуда суреттегі орналасқан әріптерді дұрыс қойса, мерекенің аты шығады екен. Ол қандай мереке екен? Ол үшін біз әріптерді дұрыс қойғанда балалар күні екен. Балалар, сендерге тапсырма, берілген сөз тіркестерін қатыстырып әңгіме құраймыз. Тірек сөздер: 1 маусым, балалар, көңілді, мереке күні, сыйлықтар, берді, риза болдым. Осы сөздерді қатыстыру арқылы белгілі тақырыпқа мәтін құраймыз. Ал ендеше балалар, үйге 4-ші жаттығуды орындап, сөздердің ара жігін ажыратып, мақалды жазу. Сабақтың кері байланысын ретінде, егер сабақ сендерге өте түсінікті болса, жасыл түсті шарды, ал жақсы меңгерсек сары түсті, әлі де меңгереріңіз болса, қызыл түсті шарды бояп саламыз. Сабағымыз балалар аяқталды. Сау болыңыздар.